үн жоқ, суреттеріне қарап отырасың. Орысша жауап берсе де, қай тілде жауап берсе рахмет та бізге. Бізге 1,5 сағат уақыт беріпті, бірақ 1 сағат жетеді деп ойлаймын, 1,5 сағат өте көп. Иә, істейміз. Саламатсыздар ма? О, Зерені көрдім. Саламатсыздар ма? Иә, амансыздар ма? Зеренің бүгінгі прическасы әдемі екен. Зере асығып аяқ астынан. Здравствуйте, я зашла Сізге наконец-то. айтты ма, Гүлнар? Әсер өтіп. Ау, Зере? Сізге айтты ма? Я вам пишу, Әсел. Айтты, жаңа айтты. Ернұр хабарласып. Қазір фонды кішкене. Гүлнар, қай тілде өткіземіз? Қазақша орысша? Бізге 2 смешанный тілде өткізе беру керек сияқты, өйткені аудиторияның жартысы қазақ тілді. Сондықтан қай тілде ыңғайлы болса, сол тілде сөйлей беріңіздер. Бұл жерде фонды өзгерте алмайсың ау деймін, е? Тек қана басқа бөлмеге барсаңыз ғана. Ту, не деген ұсыныс мына? Айнұрды көріп отырған жоқпын. Әсел, саламатсыз. Зере, мен тонировкам қалай екен? Тонировка. Байқамадым, не болды? Өзгерді ме? Нәрсе же, тюнинг қой, тюнинг. Тюнинг. Сіздердің қыздарыңызды әдемі отырайын деген тырысып атқан сәтім ғой. Саламатсыз, тюнинг сізді керемет болып отырасыз ғой. Сізге даже тюнинг керек жоқ. Рахмет. Асель, мы вроде все в сборе. С нашей стороны все подключились. Лену не вижу, видео. Лена, вы тут? Айнур Багдатовна тоже сейчас подключается. Да, я Буквально. подключилась. Бірнеше минуттан кейін қазір. Сіздерде стриминг болады, да? Стриминг болады. Иә, әрине. Сіздерде тікелей сондай стриминг болғанда қанша адам отырады, қанша адам қатысады? Одновременно енді бір 50-60 адам шамасы, бірақ бір күн, 2 күн ішінде лентаға байқап көрсек, 700-800 просмотр болады. Онан кейін қарайды, иә? Иә, она сохраняется. Жақсы. Видеосын мен ғана амандасып жатырмын, кешірім сұраймын.
Я прошу прощения, сейчас Айнур Багдатовна, так получается. Мгм, мгм. Болады. Жасай аламыз. Айнур Багдатовна. Әріптестер, сәлеметсіздер ме? Кешігіп қосылғаныма кешірім сұраймын, жаңа спутниктің сұхбаты кішкене созылып кетті. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз, Айнұр. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Біз Зере, сізді көргеніме ерекше қуаныштымын. біз Кімді айтып дайынбыз. жатырсыз? Зере Ақселеуқызын біз өте жақсы көреміз. Біздің ректорлар кеңесінің мүшесі. Біз де жақсы көреміз. Жібере алмай жатырмыз. Білгілеріңіз келмей жатқан шығар. Барлықтарыңызды жақсы көреміз, бірақ Зерені ерекше жақсы көреміз. Рахмет, Айнұр, рахмет. Құралайды да, Гүлнарды да, Еленаны, Әселді, Алматты бәрін жақсы көреміз. Кімді видеодан көріп тұрмын, бәрін айтып жатырмын. Бірақ Зеренің орны ерекше. Таласпайды ешкім. Айнұр, біз бастай береміз бе? Сіздерден бәрі дайын болса, бізден дайын болса, Әсел отыр міне біздің, менің бастығым түлектермен жұмыс істейді. Сондықтан біз дайынбыз. Біздің тарапымыздан. Стримингті сіздер қазір емес, кейін записті қоясыздар, иә? Жоқ, қазір прямом эфирде стриминг болып жүріп жатыр уже. Жақсы. Айтпайсыздар ма? Әріптестер, болашақ бағдарламасының түлектері, қайырлы күн. Біз бүгін болашақ халықаралық бағдарламасының 27 жылдығына орай кездесіп отыр екенбіз. Бәріңізді мерекелеріңізбен құттықтаймын. Түлектерін, ұйымдастырушыларын және болашақ түлектерді. Біздің бүгінгі тақырыбымыз болашақ бағдарламасы түлектерінің Астана халықаралық қаржы орталығының дамуына қосып отырған үлесі деп аталады. Бұл жерде қатысып отырған болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының басшылығы Айнұр Карбозова, Астана халықаралық қаржы орталығынан Зере Сейдімбек және біздің қаржы орталығындағы органдар мен ұйымдардың өкілдері. Суд МФЦ представляет Алмат Игенбаев, Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦ Құралай Елдеспай, биржу представляет Елена Пак, Центра зеленых финансов МФЦ Асельна Рахметова. У нас, как мне вот до этого сообщали, есть 1 час времени, поэтому надеюсь, что за это время мы уложимся. МФЦ – это единственная в своем роде платформа в нашем регионе, представляющая обширный доступ к капиталу и широкий спектр финансовых услуг и инвестиционных инструментов. На сегодняшний день, как мне информацию передали с МФЦ, в МФЦ трудится 75 выпускников программы «Болашак». Среди них бакалавры, магистры и те сотрудники, которые вот прошли стажировку. Перед тем, как перейти конкретно к тем проектам, которые реализуются выпускниками «Болашак», хотелось бы обратиться к Айнур Карбозовой. Айнур, еще раз наши поздравления. Вот, послезавтра, 5 числа, через 3 дня «Болашак» отмечает 27-летие. Айнур, вот благодаря программе «Болашак» талантливые, целеустремленные представители казахстанской молодежи смогли проходить обучение в лучших университетах мира. И уже их вклад заметен. Вот 75 сотрудников МФЦ, которые являются вот выпускниками программы, то есть это значит, что каждый 3-й, 4-й сотрудник МФЦ, вот это выпускник программы, это говорит о том, что вот на платформе МФЦ создана вот целая экосистема, которая будет использовать знания, современные навыки наших специалистов, прошедших обучение по линии «Болашак». Вот можно ли вот констатировать такой факт, что
та цель, которую ставили в самом начале запуска программы, Айнур, достигается. Ведь выпускники программы вносят свой вклад в новые проекты, в новые экономические драйверы страны, как МФЦ. Как вы думаете, Айнур? Рахмет, әріптестер. Гүлнар, шын мәнінде жалпы бағдарламаның 27 жылдық іске асырылу тарихын біз сараптайтын болсақ, біз әрине сандық сапалық тұрғыдан сараптаймыз. Осы екі деңгей сараптамасын біз қолға алатын болсақ, бүгінгі таңда сандық сапалық тұрғыдан, соның ішінде Астана халықаралық қаржы орталығының құрылуына, оның дамуына, тұрақтануына әрине үлес қосқан түлектердің саны бүгінде 108. Солардың арқасында бірқатар маңызды жобалар жүзеге асырылды десек, біз артық айтпаймыз. Жалпы 27 жыл толатын 5 қараша бұл жерде бүгінгі таңда 13.978 Қазақстан азаматы осы 27 жылда стипендия иегері атанған. Оның 10.700-ден астамы түлектер. Барлығы алған білімі, алған мамандықтары бойынша еліміздің аумағында еңбек өтілімін атқарып, қазір атқарып жатқан, ел игілігіне қызмет етіп жатқан. Сіздің сұрағыңызға толық сенімділікпен бағдарлама түлектері, мысалға, тек қана Астана қаржы орталығын алатын болсақ, мысалға, орталықтың 40-тан астам қызметкерлері 17 жылдан бастап арнайы тағылымдама шеңберінде әртүрлі Америка құрама штаттары, Ұлыбританияның жоғары оқу орындарында, кәсіби салалық ұйымдарда кәсіби тағылымдан, академиялық оқудан өткен азаматтар. Ал жалпы орталықта қызмет етіп жатқан түлектер саны 108. Олар қазір мысалға әрқайсысына сөз берсек, менің ойымша құрала елдес байды алсақ, мысалға ислам қаржыландыру саласында қаншама алған білімі мен тәжірибесін ел игілігіне жаратып, Астана халықаралық қаржы орталығының шеңберінде осы бағытты алып отыр. Әр түлекті алсақ, әр түлек өзінің бағыты бойынша орталықтың ғана емес, жалпы Қазақстанның халықаралық қаржы нарығында бірнеше деңгейде өсуіне, халықаралық ынтымақтастықты сол арқылы сапалы деңгейде ілгерілетуге, соның нәтижесінде қаржы саласына инвесторларды тартуда болашақ бағдарламасының түлектерінің жұмысы ерекше және сандық сапалық тұрғыдан өзін ақтаған, растаған деп мен толық сенімдікпен айта аламын. Рахмет, Айнұр. Менің ақпаратым бойынша 70 безет, сіздің ақпаратыңыз бойынша 108 екен. Менің ойлап отырғаным, бәлкім бұған дейін жұмыс істеген азаматтар сіз барлығын қосып алып отырған шығарсыз, иә? Барлық түлектер. Иә, барлық түлектер. Бұл тіпті ауқымды ақпарат, сондықтан рахмет. Менің келесі сұрағым Зире Сейдімбекке бағытталады. Зире біздің Астана халықаралық қаржы орталығының ұйымы қаржылық реттеу қызметтермен айналысатын комитеттің негізін қалаушылардың бірі және осы болашақ бағдарламасының түлегі. Зире, сіз осы болашақ бағдарламасынан алған біліміңіз осы жаңа экосистеманы жүзеге асыруға көмегі болды ғой деп ойлаймыз. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Иә, рахмет. Рахмет, Айнұр, осы жиынды ұйымдастырғаныңызға рахмет. Әрине, сіздің сұрағыңызға жауап бере келе, негізі болашақ бағдарламасының түлегі болғанымды мен өте мақтан тұтамын. Енді қарап келсеңіз, мен 99 жылы оқуға кетіппін. Сонда енді өзіңіз елестетіп көріңіз, ол 90 жылдар, осы бағдарлама 93 жылы басталды, қателеспесем. Сонда біз жаңа ғана тәуелсіздік алған елміз, көптеген адамдардың
шетелден білім алуға мүмкіншілігі болмаған кезде. Сонда болашақ бағдарламасы осындай керемет мүмкіндік беріп, тек қана мен емес, мыңдаған, жүздеген жаңа ғана университет бітірген адамдарға, балаларға осындай мүмкіндік беріп, шетелдік ең жақсы университеттерде білім алуға мүмкіндік берді. Бұл өте керемет жағдай деп ойлаймын. Енді мен оқыған оқуым ол халықаралық политикалық экономия. Мен Ұлыбританияда бітіріп келгенмін. Енді бұны мен оқып келгеннен бері біраз жыл өтті ғой. Сонда енді осындай халықаралық қаржы орталығы құрылады деген ой болмаған. Сондықтан менің оқуым қаржы саласына тікелей қатысы жоқ еді. Алайда сонда алған біліміміз, сонда алған тіл жағынан болсын, негізі аналитика жағынан болсын, алған білімді әрине сол кезден бері қолданып келе жатырмын. Және де сол болашақ бағдарламасының арқасында басқа да жұмыстарда еліміздің мүддесіне еңбек еттім деп ойлаймын. Енді қараңыздар, сол болашақ бағдарламасының арқасында қаншама адамдардың тағдыры, қаншама адамдардың жұмысы шешілді. Сонда бұл өте көп адамдардың өмірі қалай құралатынын енді кім білген. Содан кейін енді менің ойлап отырғаным, Гүлнар, мүмкін сіздің сұрағыңызға тіке жауап болмаса да, бұдан жалпы жағынан қарасақ. Мысалы үшін, егер болашақ бағдарламасы болмаса, біздің халықаралық орталықты құру оңай болар ма еді? Біз бұндай мамандарды қайдан табатын едік? Біз әрине қазір кейде қазақстандық мамандардың күшімен, ал кейде шетел мамандарды шақырып, осы жобаны іске асырып отырмыз. Ал егер осы болашақ бағдарламасы болмаса, неше мың адам бұндай оқу, білім ала алмас еді. Сонда қазірде біз түсініп отырмыз, бұндай Астана халықаралық қаржы орталығы сияқты болсын, және басқа да жобалар болсын, бұны іске асыру өте қиынға түсіреді деген менің ойым бар. Сондықтан әрине менің алғысым шексіз осы бағдарламаның болғаны үшін. Және де осы бағдарламаның түлегі ретінде елдің президенттің үмітін ақтауға тырысып жүрміз біз. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет Зере. Біз осы жиында қазір МФЦ-ның, Астана халықаралық қаржы орталығының негізгі ұйымдарының өкілдері қатысып отыр. Сондықтан біз уақытты экономдау үшін, тиімді пайдалану үшін қазір әр қатысушыға қандай университетте оқығаны жайлы бір қысқа бір естелігімен бөліссе, МФЦ-ның әрі қарай олардың тағдырына қалай әсер еткені туралы, онан кейін олардың дәл қазір немен айналысып жатқаны туралы, сол арқылы Астана халықаралық қаржы орталығының қызметін көрсетуді қазір жоспарлап отырмыз. Сондықтан қарсылықтарыңыз болмаса, Алмат, сізден бастайық. Я знаю, что вы получали по правовому, именно квалификацию. Жақсы, рахмет. Бүгін бір тамаша кездесуге қатысқаныма өте қуаныштымын. Біріншіден, Айнұр ханым, сізге және сіздің қарамағыңызда шашбауыңызды көтеріп жүрген қыздарға, ұлдарға көп рахмет. Бұндай форматта еркін сөйлеп пікір алмасуға мүмкіндік бола бермейді. Басқа ұйымдастырылған шараларға сын болмасын, бірақ жаттап алған, алдын ала дайындалған текст оқымай-ақ шын жүректегі, ойдағы, тереңде жатқан бір пікірді ортаға салып, біреуге шабыт беретіндей, мотивация болатындай ой бөліскен тамаша мүмкіндік. Біздің тарапымыздан енді мен 17 жылы Лондондағы UCL университетін бітіріп қайттым. Оның алдында жоғарғы сотта қызмет етіп жүрдік. Астана халықаралық қаржы орталығының құрылатыны туралы алдын ала біліп жүргендіктен тікелей менің жоспарым болды осы сот саласында қызмет етіп. Қайтып келгеннен кейін 1 жыл қызмет еткен соң осы сот 18 жыл құрылды. 18 жылдың аяғына таман бір арнайы кездесулерден өткеннен кейін өзінің бір жұмысқа орналасуының талаптары да оңай емес. Кейбір адамдар сұрап жатады.
Сол күннен бастаған қызметіміз әлі жалғасып келе жатыр. Осы 2 жылдың ішінде біраз жұмыс жасалды. Бұл жерде енді менің қосқан үлесім деп айта алмаймын. Бұл жерде барлық ортақ жұмыс. Әйтеуір бір қасық болса да үлес қосқанның өзі үлкен деп айтамыз. Соның ішінде жаңағы ынтымақтастық орнату, оның ішінде сот ісін жүргізу, өздеріңіз білесіздер, енді сот құрылғаннан кейін бірінші қойылатын сұрақ: істер бар ма, қайда, қаралып жатса несімен ерекше деген сияқты түрлі сұрақтар көп болды, түсініспеушіліктер болды. Сондықтан соның барлығын дұрыс жауап беру үшін, сауатты жауап беру үшін көп жұмыс атқарылып келеді. Енді қысқаша айтқанда, енді айта берсем өте көп, бірақ негізгі сұрақ осы болашақ бағдарламасымен бітіріп келген білім, сол жерде алынған мына тәжірибе, жаңа Зере ханым айтпақшы, аналитика алу, оның тіл жағы, жазу, құрылымды сөйлеу, ұтымды жазу, тағы басқа нәрселердің барлығы, мына мен сот саласына келгеннен кейін жұмыс істейтін 10 судья бар, әрқайсысы тәжірибелі, өте сыйлы, абыройлы кісілер, әрқайсысымен дұрыс тіл табысуға, тіпті бір адаммен адам ретінде сөйлесуге, олардың кейбір түсініспей жатқандарын дұрыс түсіндіруге, енді бір бұрынғы дипломатиядан жинаған тәжірибемізді дұрыс пайдалануға тамаша мүмкіндік болды. Күнделікті үйреніп жатқан нәрсеміз бар. Кейс менеджмент, мысалы, сот ісін дұрыс ұйымдастыру, сотқа біреу талап арыз берсе, ол тараптарға дұрыс, әділ, теңдей жағдай жасау сияқты. Енді бұрын соңды болмаған, мен ешбір бұрынға басқа біраз жерде жұмыс жасадым. Сот саласы болсын, парламентте болсын, Біріккен ұлттар ұйымында, Нью-Йоркта штаб пәтерінде істедім, хабар агенттігінде істедім, түрлі салаларда істедім, бірақ бұл жерде жинап жүрген күнделікті тәжірибемді ешқайсысымен салыстыра алмаймын, өйткені бұл жерде шынымен талап жоғары, сұрақтар көп, сондықтан мына шетелдік білім мықты серпін берді деп айта аламын. Дегенмен мәселе ол бітіріп келген университетте емес, ал шынымен сол бітіріп келген білімді дұрыс пайдалануда деп ойлаймын. Рахмет. Өте жақсы, рахмет. Әрі қарай сіз өзіңіздің қызметіңізді таратып айтарсыз. Келесі келгені Құралай. Құралай, сіз жаңа Айнұр ханым айтпақшы, сіз МФЦ-мен осы мына болашақ бағдарламалар орталығы ұйымдастырған бағдарламаның тағылымдама бойынша сіз аяқтадыңыз, иә? City UK-де. Бұл магистратурадан немесе бакалавриаттан кәдімгідей айырмашылығы бар. Сіз ол жерде халықаралық қаржы орталықтарының жұмысымен таныстыңыз. Солай ғой? Естілмей тұр. Құралай, естілмей тұр. Кешірім сұраймын. Дұрыс айтасыз, Гүлнар ханым. Ұлыбритания ерекше мемлекет болып тұр. Дүние жүзінде мұсылман емес бола тұра өзін өңірлік исламдық қаржы орталығы ретінде таныстырып тұрған мемлекет. Және бұл салада үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Сондықтан 2016 жылы біз осы жұмысқа тұрғанда, ақпан айында, қателеспесем көктемде айтты бізге, кім тәлімгерлік өткісі келеді, болашақ арқылы халықаралық қаржы орталықтарының мамандары деген мамандық ашылып жатыр деп. Сонда мен өзім сұранған едім, Ұлыбританияның нарығы қызық болып тұр. Себебі бізде Қазақстан енді зайырлы мемлекет деп санаймыз. Сонда да исламдық қаржы орталығы, өңірлік орталық ретінде Астана халықаралық қаржы орталығының бір мақсаттарының бірі еді ғой. Соны қалай іске асырсақ болады? Ұлыбританиядан үйренетініміз бар ма деген алдында сұрақ тұрған еді. Соны осы болашақ бағдарламасының арқасында өз көзімен көріп, City UK деген ұйымда өттім. Бұл маған бір үлкен мүмкіндік берді, себебі City UK біздің Қазақстандағы АФК-ға ұқсайды. Яғни барлық қаржы ұйымдары сол жаңағы ассоциация бір-біріне байланыстырып, қандай реттеу, не қадағалау мәселелері бар шешуге, немесе неше түрлі есеп құжаттарын дайындайды екен. Мен келген кезде дәп исламдық қаржы нарығы жаңағы Ұлыбританияның және дүние жүзінің салыстырмалық сараптама жасау, есеп жаңағы құжатын жасаудың үстінде екен. Соған мені қосты. Мен Ұлыбританияны тереңірек зерттеп, оларға өзімнің жаңағы сараптамамды беруге және дүние жүзіндегі әртүрлі ақпараттарды жинап, сол құжатты дайындауға көмектестім. Олар арнайы рахметін айтып жатты.
Одан бөлек те үлкен көмегі әртүрлі Ұлыбританияда жұмыс істеп жатқан исламдық қаржы ұйымдарымен тікелей сөйлесуге, сұрақ қоюға, таныстық аямды кеңейтуге мүмкіндіктер зор болды. Одан бөлек исламдық қаржы нарығына байланысты бірнеше үлкен дүркін конференциялар өтті. Исламдық финтекке байланысты конференция өтті. Және ұйым жұмыс топтарында қатыстым. Осының бәрі көз аямызды кеңейтіп, Ұлыбританияның не жағымен мықты екен, исламдық қаржы нарығының ояқтағы қазіргі уақыттағы ахуалы қандай екенін білуге, және одан тағы бір қосымша жақсы бір нәрсе, мен сонда жүріп 2 сертификаттық курсты тамамдап, оны тапсырып, кейін біздің үздіксіз білім беру бюросында сабақ беруге мүмкіндік алдым. Рахмет, Құралай. Сегодня биржу МФЦ представляет Елена Пак. Она директор департамента по коммуникациям биржи МФЦ AIX. Елена обучалась в Великобритании, в Манчестерском, университете. И тоже как Құралай, за последние 2 года, вы обучались, поэтому ваши знания, наверное, были кстати, во время создания биржи. Да, действительно, я поехала учиться в университет Манчестера по программе «Болашак», за что, конечно, очень благодарна такой возможности. Уже будучи опытным специалистом в области пиар, больше 10 лет работы в пиар и коммуникациях, но решила расширить свой кругозор и получить именно западное образование, потому что здесь я закончила Евразийский национальный университет, факультет журналистики, и онлайн обучалась в Британском институте по связям с общественностью, но тем не менее мне очень хотелось понять, что же может дать, каким образом может расширить твою экспертизу и помочь, может быть, в дальнейшей карьере именно те знания, которые человек получает во время учебы в магистратуре. И в 2017 году я поступила в бизнес-школу университета Манчестера по специальности управления инновациями и предпринимательства. Хотела выбрать отличную немного от привычного пиар, от media relations направления, чтобы это было направление больше связано с бизнесом. И действительно, эта учеба помогла мне и расширить кругозор, и развить, улучшить навыки критического мышления, и позволила взглянуть на какие-то локальные наши бизнес-кейсы с точки зрения международного опыта. И когда я вернулась, как раз была создана биржа МФЦА, Астана International Exchange, и в 2018 году, почти сразу после возвращения с учебы, я получила предложение возглавить департамент по коммуникациям на AIX и приступила к работе. И моей главной задачей было выстроить коммуникации со всеми заинтересованными сторонами. Спасибо, Елена. Біз бәріміз көріп отырғандай, біздің әріптестер әрқайсысы өзінің ерекше үлесін, ерекше өздерінің алған білімдерін қосады. Біздің МФЦ-да у нас есть Центр зеленых финансов, который является, можно сказать, уникальной организацией, потому что в стране до этого не было таких продуктов по зеленым финансам. Асель занимается сейчас по внедрению зеленых стандартов. Асель тоже выпускница Великобритании университета. Я сейчас не помню, не манчестерского. Ланкастер, да, добрый день, добрый вечер всем. Уважаемые участники и гости конференции, для меня большая честь присоединиться к когорте выпускников программы «Болашак», которые после окончания внесли свой вклад в развитие нашей страны. Поздравляю программу «Болашак» также с 27-летием, желаю дальнейшего процветания, успехов всем выпускникам. Я окончила университет Ланкастер по специальности политика и международные отношения в 2009 году. На тот момент я уже училась в Евразийском национальном университете по этой специальности, поэтому продолжила обучение
Как Зире сказала, тогда еще МФЦА как бы в планах не было, поэтому специально профессию такую, ну как бы специальность я не выбирала. Университет Ланкастер выбрала по тому критерию, что он занимал второе место в рейтинге по менеджменту и управлению. Также входит он в топ-10 университетов Великобритании. Безусловно, сама система обучения, она значительно отличается от казахстанской, приучает самостоятельно изучать материал, формировать свою точку зрения, защищать. И в университете также значительный акцент был сделан на исследовательской работе и аналитике. И сегодня вот как раз я использую это повседневно в работе, так как наше направление «Зеленые финансы» является новым, и необходимо проводить очень много на данный момент аналитической работы, изучать лучший международный опыт. Вот после окончания учебы я сначала работала в Министерстве национальной экономики, потом в Национальном банке, и вот с 2016 года работаю в системе Международного финансового центра Астана. Как Гульнар, вы правильно отметили, что я представляю Центр зеленых финансов. Мы как отдельная организация были созданы в декабре прошлого года, но однако зеленым финансированием начали заниматься с 2016 года. Рахмет, Асель. Мы чуть позже вернемся именно вот какие сейчас проекты реализуются, да. А сейчас хотела бы именно начать с того, что у нас именно правовая база, основа, это на английском законодательстве, то есть на English Law. Алмат, вы тут? Я не вижу Алмата. Алмат. Вы Да, отключили? я здесь. Ага. Алмат, сіз қазір осы біздің халықаралық қаржы орталығындағы сот жүйесі және ондағы енгізіліп отырған жаңалықтар, сіздердегі сот ісін қараудың қаншалықты ақысының қанша екенін, иә, менің білуімше соңғы 2 жылда ешбір істен ақы алып отырған жоқ, иә, және жаңадан енгізіліп отырған e-justice, ол мына соңғы кездегі мына пандемия кезінде қаншалықты жүзеге асырылды және оның тиімділігі қандай болды, бір-бірімен тіпті үйлескен сияқты, сол туралы айтсаңыз. Жақсы, рахмет. Негізі алдын ала жасалған жұмыстың нәтижесін осы пандемия кезінде көрдік. Жаңа Гүлнар ханым өте орынды айтып кеткендей, e-justice жүйесі, бұл сингапурлық бір компания. Әлемнің қай нүктесінде болсаңыз да интернетке кіріп, арнайы сол Facebook'тағы сияқты өзіңіздің бір парақшаңызға кірген сияқты, сондай қауіпсіз бір жүйеге кірген соң, талап арызды электрондық форматта тапсыруға болатын тамаша мүмкіндік. Ол система жүйе енгізілген соң, біз арнайы тренингтер өткіздік. Сол заңгерлер, бір 50 шақты заңгер алғашқы 2-3 топқа бөлініп, сол тренингтерін өткіздік. Өте оңай, кез келген талап арызды берген кезде оның қажетті құжаттарын барлығын соған жүктеп, талап арыз берілген күннен бастап, оның толық шешім шыққанға дейін онлайн қарап отыруға болады. Сол сияқты көп жаңалықтар болды. Негізі, ең негізгісі бұл мына біздің сотта қаралған істердің саны бүгін 266-ға жетті. Оның ішінде 7-еуі сотта қаралды, толық орындалды Қазақстан территориясында. Бұл істердің қаралып, толық орындалуына жағдай жасау үшін әрине тиісті өзгерістер, заңдарға тиісті өзгерістер енгізілді. Бірнеше талқылаулар болды. Соның барлығына тікелей қатысып отырдық. Әзірге осындай жаңалықтарымыз бар. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, бізде енді 2 ұйым бар ғой. Астана халықаралық соты, Астана халықаралық қаржы орталығының соты және халықаралық төрелік орталығы. Арбитраж және сот. Ең бастысы, бұл жерде біз кез келген дауды шешуге түрлі форматтар ұсынамыз. Біріншісі бұл сотта қаралуы, екіншісі арбитраж, үшіншісі медиация және тағысы. Ең бастысы халықаралық стандарттарға сай, шетелдік инвесторлардың күткені, үйренгені, түсінетіні, сондай соларға ең барлық жағдай жасалған. Сондықтан ең бастысы даулы тиімді әнде уақытында жағдай жасалды. Және мына сіз жаңа дұрыс айтқандай төлемдер алынбайды. Яғни сотқа жүгіну үшін
төлеу қажет жоқ. Тек ағылшын тілінде тапсырсаңыз болды. Ресми тілі ағылшын тілі. Біз тегін қарап береміз. Рахмет. Тағы бір қысқа айтып өтсеңіз, кез келген компания Қазақстанда тіркелген сіздің сотқа өзінің талабын бере алады, немесе арнайы келісімде Астана халықаралық қаржы орталығының сотында іс қаралады деп алдын ала жазу керек. Қайсысы екеуінің? Рахмет, бұл өте жиі қойылатын сұрақ. Мен мына алдында құқық саласындағы түрлі форумдарда сөйлеймін ғой. Сол кезде жиі қойылатын сұрақтардың бірі, елдің пікірінше Астана халықаралық қаржы орталығының соты тек осы Астана халықаралық қаржы орталығына қатысты, болмаса тек қаржыға қатысты дауларды ғана шешеді деген пікір қалыптасқан. Бірақ біздің ереже тек бұл арнайы экосистема ғана емес, кез келген қазақстандық компания болсын, болмаса франциялық немесе немістің компаниясы болсын, егер біріншіден олар өзінің келісім шартында Астана халықаралық қаржы сотында ісімізді қарамыз келеді деген жаңағы сілтемесі болса, тікелей бізде оны қара беруге болады. Тіпті біз көрсетілмесек те, олар жаңағы ескі келісім шарттарында басқа соттар көрсетілгенмен, екі тарап келіссе, бізге хат жазып, судьяның шешімімен біз өзіміздің юрисдикциямызға қабылдауымызға болады. Қазір бұл бойынша қыруар жұмыс жасалып жатыр. Тіпті қазақстандық сотқа жүгінбекші болған тараптар қазір бізге келіп консультациядан жүріп жатыр. Егер бәрі аяқталса, сол қазақстандық сотта қаралмақшы іс бұйырса бізде қаралуы мүмкін. Ең басты екі сот жүйесі бір-біріне тәуелсіз, екіншіден бір-біріне бір бәсекелестікте жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Әр соттың өзінің ерекшелігі бар. Қазақстан сот жүйесінің өзінің жаңағы ерекшеліктері бар. Ал мына бізде құрылған Астана халықаралық қаржы орталығы сотының жаңағы ағылшын құқығының негіздеріндегі жасалған басқа да ерекшеліктері бар. Соны ескере отырып, шешім қабылдаймыз. Рахмет. Менің келесі сұрағым Зере ханым мен Құралай ханымға, өйткені бұл кісілер Астана халықаралық қаржы орталығында қаржы ұйымдарын реттеумен айналысатын ұйымға өте үлкен еңбек сіңірген азаматшалар. Сондықтан сіздерден сұрайын дегенім, дәл қазіргі күні осы мына пандемия кезінде және осы ағылшын заңдылығына сай жұмыс істейтін осы біздің реттеуші, қандайлықты бір ерекше соңғы жылдағы бір жаңалықтармен бөлісе аласыздар? Оның ішінде Құралай жалпы ислам қаржы орталығы туралы айтсаңыз болады. Себебі менің білуімше ислам қаржы мәселелері тек қана біздің МФЦ-ның жүйесінде ғана қазір жұмыс істеп отыр. Егер Зере ханым рұқсат берсе, мен бастасам. Енді сол пандемия шынымен де қаржы нарығына әсер етпей қоймады. Және бізде халықаралық қаржы орталық ретінде бұған бір жауап жасауымыз керек еді, комитет ретінде реттеуіш. Сондықтан бірнеше заңнамалар немесе өзгерістер енгізілді біздің заңнамаларға. Оның бірі капиталдық талаптарды осы алда келе жатқан 3 жылға жеңілдік жасау мәселесі. Яғни оны сәл аздау сұрап жатырмыз. Біздің түсінігімізде сондай мүмкіндік беру, жеңілдік арқылы бізде келіп жұмыс істеп, өзінің күшін жинап, сосын бұрынғы талап қайтып келеді деген көзқарас бар. Исламдық қаржы нарығына да бұл қатысты, яғни исламдық банк болсын, бұрында мысалы $10 миллион болса, капитал қазір 5 миллионға дейін түсірілді. Сақтандыру, исламдық сақтандыру такапулға байланысты болса да 7-ден 5-ке дейін түсті деген сияқты, оларға да жеңілдіктер қарастырылған. Одан бөлек бізде қазір
қайта сақтандырудың орталығы ретінде өзімізді қарастырып жатырмыз. Бұл жұмыста және исламдық сақтандыру мәселесі жағынан ұлттық банк емес, оның агенттігі ашылды ғой, бөлек агенттік ашылды, сонымен өте тығыз жұмыс жүргізіліп жатыр. Алда үлкен жаңалықтар күтіп тұр деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Зере, сіз бәлкім әкімшілік тұрғысынан қосасыз ба? Мен негізі халықаралық қаржы орталығының жаңа АФСА қаржы қызметтерді реттеуіш комитеттің атынан сөйлеуге менің құқығым жоқ, сондықтан Құралайдың жауабына қосылам. Қосымша жауап беруге құқықты емеспін деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы, рахмет. Елена, я хотела бы задать вопрос. У нас есть стратегия развития Республики Казахстан план стратегии развития до 2025 года. И МФЦ останется основной платформой страны по привлечению портфельных инвестиций. И мы сейчас знаем, что в EAX очень интересные инициативы. Скоро вы анонсировали, что будут новые приложения. Расскажите, пожалуйста, именно по инновациям, что сейчас в EAX принимается. Сама по себе EAX – это инновационная площадка. Да, Гульнара, спасибо большое. Я хотела бы немного сделать 2 шага назад и сказать, что вообще в целом главная цель EAX – это развитие активного рынка капитала. Что это означает? Это если сравнить фондовую биржу с супермаркетом, то наша цель заключается в том, чтобы на полках было как можно больше товара, а среди покупателей были как местные жители, так и иностранные туристы. То есть мы говорим, что мы развиваем интегрированный рынок капитала. И для чего это нужно стране, для чего это нужно экономике? Для того, чтобы частные компании, которые сейчас вынуждены обращаться за фондированием, финансированием для своего развития в банки и брать там достаточно дорогостоящие кредиты или обращаться к каким-то государственным программам, которые не всегда можно назвать стабильными, они для того, чтобы частные компании могли привлекать средства для своего развития на фондовом рынке на конкурентных условиях. Это им позволит расширять производство, создавать новые рабочие места, и в то же время населению и крупным инвесторам институциональным это дает возможность выбора, дает возможность вкладывать какие-то свободные средства, сбережения в ценные бумаги своих же отечественных компаний. То есть в конечном итоге развитый такой интегрированный рынок капитала позволяет экономике страны развиваться более интенсивными темпами и уходить от сырьевой зависимости. Это если немного такой сделать расфокус. Если подойти ближе непосредственно к тому, что же может делать гражданин Казахстана, какие у него есть возможности для того, чтобы пользоваться тем спектром ценных бумаг, которые есть на ИКСе, это, конечно, человек может принимать активное участие и инвестировать, вкладывать часть своих сбережений в ценные бумаги. Если мы посмотрим на развитые страны, например, мы возьмем Америку, то там, начиная от студентов и заканчивая домохозяйками, активно вкладываются в ценные бумаги более 50% населения старше 18 лет. То есть это больше половины населения. У нас, к сожалению, картина совершенно другая. У нас менее 2% населения в Казахстане инвестирует свои сбережения в ценные бумаги. И это достаточно печальная статистика, но тем не менее каждый из нас может сыграть свою роль и пересмотреть то, куда мы вкладываем свои сбережения. Не обязательно для этого они должны быть очень большими. Главное начать и делать это регулярно. И для чего это нужно сделать?
потому что если мы посмотрим на доходность долларовых или тем более теньговых депозитов, то она, конечно, не является высокой. Если мы посмотрим инвестиции в недвижимость, которые у нас в Казахстане являются достаточно популярными, то эти инвестиции тоже требуют расходов, недвижимость амортизируется, может снижаться стоимость со временем. Если же рассмотреть инвестиции в ценные бумаги, то при грамотном подходе вы сможете приумножать свои сбережения и свой капитал. И что мы для этого предлагаем? Ну, во-первых, у нас сейчас на АИКС листингованы акции голубых фишек. Голубые фишки – это крупные, высоколиквидные компании. Это Казатомпром, Народный банк, Полиметалл, Кейсел. То есть вы можете открыть счет у брокера и начать инвестировать свои средства в акции, в глобальные депозитарные расписки этих компаний. Помимо этого, вот как говорит Гульнара, в чем заключается инновация? Недавно, в конце прошлого года и недавно в октябре были листингованы биржевые ноты. Это новый вид ценных бумаг, новый для нашего рынка, для казахстанского. Это ценные бумаги, которые отслеживают какой-то определенный индекс. Или, например, это фонды, которые вкладывают в компании, которые входят в S&P 500. Или в государственные облигации США. Или отслеживают котировки на золото или нефть. То есть удобство этих инструментов заключается в том, что вы инвестируете не в отдельно какую-то компанию, а сразу в целый портфель. И это позволяет вам диверсифицировать свои инвестиции. Это одно из самых главных правил. Безусловно, когда вы вкладываете свои собственные средства, сбережения в фондовый рынок, нужно помнить о рисках и нужно помнить о том, что этот рынок может быть достаточно волатильным, то есть цены на акции могут как подниматься, так и падать. Поэтому вкладывать нужно те средства, которые являются свободными. Это не должны быть какие-то заемные деньги или деньги, которые вам нужны, могут понадобиться на какие-то экстренные нужды. И таким образом есть вообще в целом два основных подхода к инвестированию: активный и пассивный. То есть активный подход предполагает постоянное отслеживание динамики рынка, изменения котировок, вы должны читать новости, аналитику. Это означает большую вовлеченность в процесс и более глубокое знание рынка. Но сейчас что для этого делают? Что многие делают для того, чтобы стать более финансово грамотным. Сейчас очень много финансовых коучей, люди подписываются на них в социальных сетях, затем открывают аккаунты у брокеров и начинают инвестировать. Ну, здесь нужно очень внимательно смотреть на квалификацию коуча, нужно смотреть, чтобы человек вам не обещал стопроцентных каких-то доходов, нет никаких гарантий. И нужно включать свое критическое мышление, которое вот как раз очень хорошо развито у студентов, которые отучились за рубежом. И второй подход к инвестированию – это пассивное инвестирование, когда вы вкладываете, например, или в банды, то есть в облигации, у которых фиксированный доход, и он более низкий, чем у акций, но он считается, что это доход гарантированный. И также есть люди, которые вкладывают в акции, в голубые фишки, но не следят за котировками, то есть не вкладывают сегодня, через неделю продают и на этом зарабатывают, а они вкладывают, долгосрочно ждут дивидендов ежегодных, и потом в какой-то момент времени, когда акции поднимаются, они их продают. То есть в целом я что хочу сказать, и возвращаясь, Гульнара, к вашему вопросу о новых инструментах, да, мы сейчас работаем над мобильным приложением, с помощью которого розничные инвесторы, то есть все граждане Казахстана смогут торговать, не отходя, без необходимости, например, идти к брокеру и оформлять множество бумаг. Но что доступно вам на сегодняшний момент, это вы можете выбрать брокера. Для этого нужно зайти на сайт биржи, в раздел «Торговые члены», изучить, какой брокер подходит именно вам, поспрашивать отзывы у ваших знакомых, почитать об условиях, сравнить комиссии, затем открыть счет, положить свободные деньги и, собственно, начать инвестиции. И
Я в целом призываю вас обратить внимание на этот вид сбережений, на этот вид приумножения своего капитала, потому что во всем цивилизованном мире он очень активно используется. Нам нужно не отставать от трендов, потому что это деньги, которые мы можем контролировать, то есть мы сами принимаем решение, куда их вкладывать. Кроме того, доход, полученный от дивидендов или от продажи ценных бумаг, не облагается налогом. В целом вы можете в дальнейшем рассчитывать, что вы, может быть, используете деньги на дополнительное образование для вас самих или для детей. Ну и в целом, если это делают даже домохозяйки в Америке, почему мы, образованные люди, не можем начать следовать этому тренду? Вот такой достаточно длинный ответ, Гульнар, на ваш вопрос. Спасибо, Елена. Ну, на самом деле, если у нас всего сейчас 2% да, населения вовлечены в этот процесс, то еще работы еще будет много, да. Думаю, сейчас Асель может продолжить именно тоже по биржевой части, да, но чтобы я вот вижу, я вот забегала вперед, когда сразу спрашивала про инновации, поэтому, Асель, я хочу у вас спросить по зеленым финансам, так как у нас в стране не совсем возможно пока понимают, да, вот что это такое и как дальше быть именно частью, да, вот зеленых программ. Расскажите, пожалуйста, более подробнее, если как Елена, то приветствуется. В принципе, у нас Хорошо. Спасибо за вопрос. Здесь, наверное, тоже стоит отметить немного предыстории, рассказать, что в конце нулевых годов, в 2010-х годах снижение произошло мировых цен на основные экспортные позиции Казахстана. И, собственно, стала задача по низкоуглеродному развитию в целом страны. И как результат в 2013 году была принята концепция по переходу Казахстана к зеленой экономике. И в том же 2016 году Казахстан ратифицировал Парижское соглашение, согласно которому принял обязательства по сокращению выбросов СО2, а также принятию мер по адаптации к изменению климата, включая строительство новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии. И в связи с этим появилась потребность в инвестициях в экологически чистые, энергоэффективные, низкоуглеродные проекты. То есть сформировалась потребность в зеленых финансах. И вот в то же самое время, опять-таки в 2016 году, по инициативе Совета иностранных инвесторов, на площадке МФЦА было предложено развивать новое направление, которое активно набирало обороты в Европе и в США в то время. И тогда наша команда, состоявшая всего из 3 человек, вот стала первопроходцами в зеленых финансах. И мы подписали в то время 2 меморандума о взаимопонимании с ключевыми нашими партнерами, институтами развития в Казахстане. Это Европейский банк реконструкции и развития и программа развития ООН. Таким образом, мы взяли на себя как бы ведущую роль по внедрению передового опыта в зеленом финансировании именно в Казахстане. В 2017 году вот в рамках проекта МФЦА и ЕБРР была разработана концепция по созданию зеленой финансовой системы Казахстана через площадку МФЦА. Также концепция вот стала отправной точкой для дальнейшего развития зеленых финансов. На своей территории МФЦА вот вправе внедрять нормы, отличные от применяемых на национальном уровне, и таким образом выполнить миссию своего рода новатора, тестирующего разработанные правила, допустим, на начальном этапе и до их успешного применения в стране. Имея перед собой амбициозные цели вот, стать хабом зеленых финансов, в ноябре 2017 года мы также приняли стратегию регионального лидерства в области зеленых финансов. И с тех пор мы уже приняли ряд мер для формирования рабочей нормативной основы для зеленого финансирования, в том числе разработали правила выпуска зеленых облигаций на бирже МФЦА. Они основаны на международных принципах и стандартах Международной ассоциации рынков капитала и инициативы по климатическим облигациям. Центр зеленых финансов, созданный в 2018 году в структуре администрации МФЦА и в декабре 2019 года выделенный в отдельную организацию, является своего рода ЦОНом, если можно так выразиться, для потенциальных эмитентов, инвесторов и в целом игроков рынка. Центр помогает компаниям выпустить зеленые облигации. Помимо этого, в наши задачи входит проведение исследований в области устойчивого финансирования, консультирование правительства по стратегическим вопросам развития зеленых финансов,
а также оказание первой помощи эмитентам, инвесторам и игрокам рынка по вопросу подготовки и выпуска зеленых облигаций. А также мы оказываем финансовую и нефинансовую поддержку эмитентам зеленых облигаций. И вот очень рада отметить, что 11 августа в этом году состоялся первый в Казахстане и Центральной Азии выпуск зеленых облигаций. Эмитентом у нас стал Фонд развития предпринимательства ДАМУ. Выпуск был осуществлен в торговой системе биржи АИКС. Центр зеленых финансов предоставил независимое заключение, согласно которому эмитент, то есть Фонд развития предпринимательства ДАМУ, будет использовать привлекаемые средства и раскрывать информацию об их целевом использовании в соответствии с международными принципами зеленых облигаций. Облигации были выпущены на маломасштабные ВИЭ, возобновляемые источники энергии. Стоит отметить также, что МФЦ, будучи новатором в своей стране, активно принял участие в международных инициативах. Так, например, в 2017 году МФЦ стал одним из основателей и учредителей международной сети финансовых центров по устойчивому развитию, наряду с Лондоном, Гонконгом, Парижем, Люксембургом, Шанхаем и другими финансовыми центрами. А также на площадке МФЦ мы разработали предложение в национальное законодательство, то есть вот в текущей, надеемся, что в декабре этого года примется новый экологический кодекс Республики Казахстан, где мы также внесли свои предложения. Мы также внесли предложение по внедрению инструмента зеленого кредитования с применением мер экономического стимулирования для бизнеса. В целом можно сказать, что МФЦ имеет широкую партнерскую сеть и открытый прямой доступ к мировым практикам, и мы являемся локомотивом для внедрения инноваций, таких передовых идей через свою площадку с дальнейшим масштабированием успешных проектов. Асель, я правильно поняла, что Центр зеленых финансов может и дальше выступить главным консультантом, да, тех компаний, которые хотят именно эмитенты выпустить? Да, совершенно верно. Мы оказываем полностью поддержку эмитентам, причем до конца 2021 года на бесплатной основе. То есть компании, имеющие зеленые проекты, текущие или будущие, могут обратиться в наш центр за помощью, и мы расскажем, как можно привлечь финансирование путем выпуска зеленых облигаций. И также окажем финансовую и нефинансовую поддержку. Хорошо, спасибо. Думаю, что можно дальше оставить контакты, да, чтобы те компании, которые хотят, с вами проконсультировались. Думаю, что в принципе все те представители компаний, которые в рамках МФЦ, которые участвовали, они рассказали коротко, да, но Айнур, біз ойлаймыз, біз әрі қарай егер осы біздің әріптестеріміздің әрқайсысымен осындай тікелей эфир жүргізетін болсақ, онда тіпті көбірек сұрақтарға жауап ала алар едік, және көптеген өзінің аудиториясынан сұрақтар ала алар едік. Біз бүгін барлығын бірге қосып отырмыз. Бұл да бір жағынан жақсы деп ойлаймын, өйткені аудиторияның МФЦ-ның немен айналысатыны туралы жалпы бір түсінігі қалыптасуына көмектеседі деп ойлаймын. Сосын осы болашақ бағдарламасының мерейтойына қатысты біздің МФЦ-ны өстіп таңдағаныңызға сізге үлкен рахмет айтамыз. Сіздердің әрі қарайғы жұмыстарыңыз тек жетістіктерден көрінетін болсын. МФЦ сияқты тағы да ерекше осындай алаңқайларда жұмыс істейтін және өздерінің ерекше білімін, өздерінің экспертизасын әкелетін мықты мамандарды әрі қарай даярлай беріңіздер деп тілек айтамыз. Әріптестер, сіздердің де қатысқандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Бір сағат уақыттарыңызды қиып. Ойлаймын, Айнұр ханым, егер сіздің тағы қосымша айтатын ұсынысыңыз болса, біз әзірміз. Рахмет, әріптестер. Жалпы болашақ бағдарламасының іске асырылуының жуырда аталып өтетін 27 жылдығы қарсаңында сіздермен өткен кездесу жалпы сіздердің қатарларыңыздағы болашақ түлектерінің Астана
халықаралық қаржы орталығының қызметіне жасап жатқан үлесі, болашақ бағдарламасының тиімділігі қандай, болашақ түлектердің оқуына жұмсалған қаражаттың инвестицияның қайтарымдылығы тұрғысынан бағдарлама сәтті болып санала ма деген қоғамда әзір басым сұрақтарға біз нақты мысалдармен жауап беріп жатырмыз деп мен ойлаймын. Неге десеңіздер, біз бүгін мысалға сандық тұрғыдан тек қана Астана халықаралық қаржы орталығында болашақ түлектері қатарынан істеп жатқан қызметкерлер саны 108 дедік. Бұл жаңа сіздердің жалпы қызметкерлердің санын алғанда пайыздық қарым-қатынас тұрғысынан өте үлкен көрсеткіш. Яғни бүгінгі таңда Астана халықаралық қаржы орталығы болашақ түлектерінің еңбек нарығындағы ең ірі еңбекпен қамтамасыз етушісі деген сөз. Және жаңа Алмат атап өткендей, бұл өзінің бұрынғы қызмет еткен ұйымдарымен, онда қызмет ету талаптарымен салыстырғанда Астана халықаралық қаржы орталығына жай ғана жұмысқа тұрудың өзін былай алғанда, онда халықаралық талаптарға сәйкес қызмет етіп, сырттан шақырылған білікті мамандармен бір деңгейде бәсекелестік құру, бұл болашақ түлектерінің алған білімі мен тәжірибесінің бәсекелестік тұрғыдан жоғары деңгейде екендігінің бірден-бір іс жүзіндегі дәлелі. Ал біз тек қана осы Астана халықаралық қаржы орталығының құрамында қызмет етіп жатқан түлектермен қазір пікірталас құрып, олардың қандай жобаларды іске асырып жатқандарын талқыладық. Ал оның сыртында, мысалға, болашақ Астана халықаралық қаржы орталығының жалпы жоба ретінде пайда болған уақыттан бері оның дамуына үлес қосқандар, оның тұрақтануына үлес қосқандар 108-дің сыртында қаншама басқа түлектер, мысалға, Сыртқы істер министрлігінде, инфрақұрылымдық даму министрлігі, президент әкімшілігі, жаңағы премьер-министр кеңсесі, басқа да қаржы ұйымдарында көптеген болашақ түлектері бар. Мысалға, сіздер тікелей үлес қосып жатсаңыздар, жанама үлес қосып жатқандар қаншама. Мысалға, мен өзімді де мақтанғаным емес, бірақ кезінде осы орталыққа келгенге дейінгі дипломатиялық қызметінде Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігінде инвестициялық кеңесші лауазымында сол бастап Астана халықаралық қаржы орталығының ең құрылу сәтінен бастап біз дипломаттар ретінде фронт-офис форматында бірталай жұмыс атқардық. Келіссөздер жүргізу, инвесторлар тарту, Астана халықаралық қаржы орталығының аймақтық хаб ретіндегі тартымдылығын арттыру тұрғысынан, мысалға, біз жанама форматта түлек ретінде үлесімізді қоса білдік. Мен сол үшін де Астана халықаралық қаржы орталығына оның құрылу кезеңінде өзімнің кішігірім үлесімді қоса алғанымды, мысалға, түйіндемемде әр кезде үлесімді қосқан жобалар қатарында айтып жүремін. Сондықтан бүгінгі пікірталастың негізгі түйіндемесі тек қана Астана халықаралық қаржы орталығының мысалында біз болашақ түлектерінің алған білімінің Қазақстанның еңбек нарығында сұранысқа ие және жоғары сұранысқа екендігін біз толық сенімділікпен айта аламыз. Барлығымызға ортақ халықаралық болашақ бағдарламасының 27 жылдық мерейтойы бәрімізге құтты болсын. Бұл шын мәнінде бәріміз қарапайым отбасының балаларымыз. Біз үшін біздің кәсіби біліктілігімізді арттыруда, біздің маман ретінде өсуімізге, сол арқылы елімізге оралып, еліміздің игілігіне қызмет етуге үлкен қолдау көрсеткен мемлекет тарапынан халықаралық білім беру саласында баламасы жоқ деп артық айтпаймыз. Стипендиалдық бағдарлама. Сондықтан барлығымызға мерейтой құтты
болсын. Болашақ бағдарламасы еңбек нарығына білімді мамандарды дайындауды жалғастыра берсін. Барлығымызға осы үлкен мақсатты орындауда сәттілік тілеймін. Сіздермен бүгін қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздермен әлі де жобаларды біз жалғастырамыз. Мысалға біз жаңа үздіксіз білім беру бюросымен, Асиямен, қыздармен біз күнделікті негізде біздің халықаралық бағдарламалар орталығының құрамындағы түлектермен жұмыс басқармасының қыздары осы кездесуге қатысып отыр. Оның басшысы Әсел Әбілдаева өзінің қарамағында қыздармен Астана қаржы орталығы BCPD-мен күнделікті негізде ақпарат алмасып, пайда болған бос лауазымдар жөнінде нысанды еңбекпен қамтамасыз етуді іздеп жүрген түлектерге жолдап, біз барынша еңбекпен қамтамасыз етуде қолдау көрсету тұрғысынан өзіміз қай кезде де қолдау көрсетуге дайынбыз. Сондықтан сіздерге рахмет. Бәрімізді 27 жылдықпен құттықтаймын. Рахмет, Айнұр. Мен ойлаймын, біздің 1 сағат бойғы осы бүгінгі түсірілімді көрген болашақ түлектері немесе қазіргі оқып жатқан студенттер осы біздің әріптестеріміздің өздері сияқты оқып кезінде осындай сәтті жолдаманы алып, президенттің стипендиясын сөйтіп әрі қарай осындай бір керемет жобалардың жүзеге асуына әсер етудің шынайы болатынын біліп, әрі қарай солардың мотивация дейміз ғой, егер олар да сондай жасаймыз деп әрі қарай өздеріне серпін беретін болса, біз сондай бір кішкене де болса бір бұлақты ашсақ, соның өзі біздің мына 1 сағат бойы осыны айтып отырғанымызға уақыттың құрып кетпегені болар деп ойлаймыз, соған үміттенеміз. Әріптестер, үлкен рахмет сіздерге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Тағы да мерейтойларыңызбен құттықтаймын, Айнұр ханым. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, жақсылықта кездесейік. Рахмет, сау болыңыздар.